Суды қалай дұрыс пайдаланады? Жер бетінде адам баласы сусыз өмір сүре алмайды. Адам денесінің 3-2 бөлігін су құрайды десек, сол суды қаншалықты дұрыс ішіп жүрміз? Иә, көбінде суды дұрыс ішпейміз. Әсіресе шөлдеп келгенде, жаттығу мен жүгіруден кейін көп мөлшерде суды іше бастаймыз. Қатты шөлдегеніміз соншалық литрлеп іше салуға дайын боламыз. Егер адам суды бірден әрі көп мөлшерде ішсе, бұл судың адам денесінің сіңбеуіне алып келеді, тек қана сыртқа шығып кетеді. Бұл кезде организмде су мөлшері көбеймейді, керісінше азаяды. Адамның негізі сілекейі аспен бірге суды да қорытады. Сілекей асқазан сөлін бөлдіреді. Адам суды аздан ішкен кезде су сілекеймен баланс түрінде араласып денеге сіңе бастайды. Белгілі дәрігер Леонардо Сиптің айтуынша, күнделікті 60-90 мл аздан суды ішіп жүру керек. Осы кезде ғана су аздан денеге сіңеді екен. Ал суды бірден көп мөлшерде ішетін адамдарда гипонатремия атты ауруына ұшырап қалуыңыз әбден мүмкін. Гипонатремия көп мөлшердегі ішілген су мөлшері адам бойындағы натрийлардың азаюына алып келеді. Нәтижесінде клеткалар ісіне бастайды. Ісінген клеткалар адамды ауруға ұшыратады. Тамақтан кейін бірден су ішіп алу организмге қауіпті болып табылады. Тамақ ішілгеннен кейін организмде сөлдер бөлініп, түрлі процестер орын ала бастайды. Осы кезде ішілген су мөлшері оған кедергі келтіріп, адам бойында инсулиннің көп бөлінуіне алып келеді. Яғни тамақтан кейін бірден ішілген су ішті кептіре бастайды. Тамақтың алдында сәл уақыт бұрын ғана ішілген су да солай әсер етеді. Сонымен тамақтың алдында 1 сағат бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткізіп барып суды ішу міндетті болып табылады. Ал тамаққа жақын уақытта ішілген сулар бойға сіңбей, іште аспен бірге араласып, асқазанға ауырлық әкеледі. Келесі қауіпті жағдай мұздай суды ішу. Көп адамдар мұздатқышта сақтап, салқын суларды ішуге құмар болады, әсіресе жаз кезінде. Бірақ осы мұздай судың әсері қаншалықты екенін білеміз бе? Мұздай су қан түйіршіктерінің кішірейіп, асқазанға кері әсер ететінін көбіміз байқай бермейміз. Сонымен қатар мұздай су бойдағы майлардың одан әрі қатаюына алып келеді. Көп адамдардың салмақ тастай алмай жүрген себебі де осы мұздай суды мөлшерден тыс көп пайдалануында болып жатыр. Мұздай су тамақ ауруы, жүрек, бауыр, бүйрек ауруларының тікелей көзі болып табылады. Адам мұздай су ішкен кезде жүрек қағысы орнына түскендей әсер сезінеді. Бірақ бұл шынында алдамшы сезім екен. Жүрек қағысының мұздай су арқылы баяулау әсері қауіпті жағдай болып табылады. Яғни адам организмінің мұздай суға тәуелділігінің бір түрі. Суды қандай жағдай болмасын, бөлме температурасы деңгейінде ішу маңызды. Келесі қауіпті жағдай суды түрегеп немесе жүріп ішу. Қазіргі көп адамдар өте шұғыл маңызды жұмыстары көп болғандықтан суды түрегеп жүріп іше береді. Бұл процесс организмге зиян әкеледі. Әсіресе біздің бүйректерімізге салмақ салады. Адам тұрып немесе жүгіріп ішіп тұрған кезде жүйке жүйесі қысымда тұрады. Бұл ас қорыту процесіне кері әсер береді. Судың бұлайша дұрыс қорытылмауы буын ауруларының туындауына себеп болады. Себебі денеміздің жүйке талшықтары суды дұрыс қорыта алмайды. Сондықтан суды отырып, асықпай, бірнеше аз жұтымнан ішуді өзімізге әдет етіп қалыптастыруымыз маңызды болып табылады.